Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі видео рецептімде қысқа арнап лағманға заготовка жасаймын. Яғни мұздатқышта қатырамын. Бұрын банкада сақтайтын едім, енді биыл осы әдіске күшіктім. Бізге керегі мынандай көкөністер, болгар бұрыштары. Мына менің қолымдағы дунганский, яғни полуострый деп те жатады. Лағманымызға ерекше дәм беретін бұрыштар. Сонымен бірге бір бума жанду алдым. Бір бума мынандай сарымсақтың көк собығын алдым. Чесночный стрелки дейміз ғой. Молырақ қоса берсеңіздер де болады. Маған бір бума жеткілікті мына порцияма. Сонымен бірге тәтті кәдімгі болгар бұрыштары, 2 түйір сарымсақ алдым. Неке осы жеткілікті. Енді қазір осылардың бәрін жақсылап жуып алдық. Жуып алғаннан кейін міндетті түрде 2-3 сағатқа мен қағаздың үстіне кептіріп қоямын, не болмаса майлықтың үстіне кептіріп қоямын. Өйткені бойындағы барынша суды, ылғалды кептіріп алған дұрыс. Сол кезде қатырылған бұрыштарымыз бір-біріне жабысып қалмайды, және көкөністеріміздің бойында су аз болғасын, лағманымызға да бұрыштар ерекше дәм береді. Сондықтан да міндетті түрде 2-3 сағатқа майлықтың үстіне, болмаса қағаз үстіне кептіріп алыңыздар. Жуып алған, мінекей тазалап алған бұрыштарымызды мінекей ортасынан бөліп, дәнінен тазалап алып, мешітке етіп тураймыз. Енді бұл біздің лағманымыздың салмасы болғандықтан, барынша қасыққа ілінуге ыңғайлы болу үшін өте қатты ұзын қылмай, өте қатты қысқа да қылмай, енді өздеріңізге ұнайтындай етіп турап аламыз. Мына жерде менде тәтті болгар бұрышы 1 килограмм жасыл қызылынан араластырып алдым. Және полугоркий дунган бұрышымыздан 600 грамм алдым. Өйткені бұл кішкене полуострый, сондықтан да қатты лағманымызға ащы дәм бермес үшін, әдемі баланс сақтау үшін 500 грамм алсаңыздар да болады. Сол жеткілікті. 1 килограмм тәтті бұрышқа жарты килограмм полугоркий періс жеткілікті. Неке осылай бәрін ұзыншалап етіп турап аламын. Бұрыштарымызды турап алдық. Енді жандуымызды, сарымсағымыздың собықтарын турап аламыз. 1,5 сантиметрдей ғана ұзындықта тураймыз. Өте қатты майдалаудың қажеті жоқ. Неке осынша ұзындықта болса жеткілікті. Енді сарымсағымызды тураймыз. Сарымсағымызды өте қатты майдаламай, пластинка етіп тураймыз. Мінекей мынандай қылып турасаңыздар жеткілікті. Сарымсағымызды да турап, бетіне салдық. Енді қолымызбенен жақсылап тұрып, астын үстіне шығарып, араластырып аламыз. Араластырып алғаннан соң дүкенде сатылатын ля лағмана дейтін дәмдеуіш бар. Содан 1,5 ас қасығын салып, тағы да жеңіл араластырып жіберемін. Сонымен лағманымыз дайын. Қыстың күні тек пакеттен аласыз, тамағыңызға сала бересіз. Бұрын банкіде дайындап жүредім, соңғы уақытта осы әдіске көштім. Өйткені банкіңізге де біраз эконом, әрі уақытыңызды алмайды. Кез келген уақытта алып пайдалана бересіздер. Оның үстіне атылып кете ма, жарылып кете ма деп те уайымдамайсыз, мұздатқышта тұра береді. Өте жеңіл. Әрі түсінде осы түсін ешқандай жоғалтпайды. Дәмі сол күйінде тұрады. Мен осындай шағын пакеттерге саламын. Мен өзімнің отбасыма осы жеткілікті, бір лағманға осы жеткілікті. Егер отбасыларыңызда жанұяларыңыз үлкенірек болса, үлкенірек қалтаға қатырыңдар. Не болмаса, осыдан 2-ін салып жіберіңіздер. Неке дайын. Орындалмайды. Осындай пакетиктер орындалмайды морозильникте. Әдемілеп бір шетіне жинап қоя саласыздар.
мінекей лағманымызға арналған заготовкамыз дайын болды. Қазір мұздатқышқа апарып орналастырамын. Кез келген уақытта пайдалана береміз. Мынау менің әрине жеткіліксіз. Бұл енді бүгінгі видеоға арналған, рецептіге арналған дүние. Әлі талай қайталаймын. Ешқандай уақытыңызды алмайды. Майға қорып жатпайсыз, банкіге баспайсыз. Уайымсыз, тек қана морозилькке сала қоясыз. Кез келген уақытта алып пайдалана бересіздер. Меніңше оңай деп ойлаймын. Әрі дәмі өзінің сол қалпында тұрады. Видео көңілдеріңізден шығып жатса, лайктарыңызды баса кеттіңіздер. Ал тіркелмегендеріңіз болса, мені қолдап, қазақ тілді контентті қолдап, жанда қоңыраушаны қарайтып кетіңіздер. Алдағы уақытта осы каналымда әртүрлі рецепттермен әлі де бөлісетін боламын. Дәл осылай етіп жасап алыңыздар. Жаздың әрбір күні қымбат. Менің келесі видеомда кездескенге шейін аман саулықта болайық.